Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 13-ші сабақ қазыналы қарттың тәлімі тақырыбын өтетін боламыз. Пікіріңді айт. Бірінші тапсырма: берілген сөйлемдерді оқып, өз ойыңды айт. Өнерлі, білімді баламын. Туған тілім қазақ тілі. Сыпайы сөйлеймін. Отанымды сүйемін. Достарыма көмектесемін. Ата-анамды жақсы көремін. Денсаулық зор байлық. Үлкенді сыйлаймын. Атамның сөзі ақылдың көзі. Еңбек ету қажеттілік. Табиғатты қорғаймын. Балалар, бұл жердегі қасиеттердің барлығы адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі. Бойына бұндай қасиеттерді жинаған адам өмірінде жаман болмайды дер едім. Ұрпақ үшін мәндісі ұлттық тұрғыдағы тәрбие. Әр халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері, рухани және адами қасиеттері, ұлттық құндылықтары бар. Отаншылдықты қалыптастырудағы ата-бабамыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің орны ерекше. Төле би шамамен 1663 жылы дүниеге келіп, 1756 жылы дүниеден озған. Би шешен. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басшылығыларынан құтқаруға атсалысқан. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Түсініп оқы. Қазыналы қарттың тәлімі. Төленің жас кезі. Жотада мал бағып жүрсе, анада жерде 5-6 аттылы кетіп бара жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақ сақалды Қоңқа би деген жасы 70-терге келген кісі екен. Балам, бұл қай ауылдың малы? Әлібек биді. Анау үйездеп жатқан жылқылар кімдікі? Жыланкөз байдікі. Іздеп келе жатқанымыз сол Жыланкөз бай еді. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге ілесе барайын, дейді Төле би. Төле бала. Олар жүріп келе жатып, сәске түсте көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі соншалық, кіші бесінге дейін шетіне шыға алмайды. Сонда жол серік бала: ата, мынау жылқы қандай байдың жылқысы болды екен? Білесіз бе? Деп сұрайды. Қоңқа би: қарағым, бұл Нысапсыз деген байдың жылқысы дейді. Нысапсыз деген қандай бай? Нысапсыз осы малды жия берген. Бұл нашарға, кедейге қайтарымы жоқ байдың малы. Олар одан әрі жүріп келе жатады. Кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. Ойпыр-ай, ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көздің жауын ап, жайқалып өсіп тұр ғой, дейді бала. Шырағым, бұл Қайырсыз деген байдың егіні. Қайырсыз деген бай ма? Қай ел болады, ата? Шырағым, айтайын. Бай бір өзі пәлен адам жалдап, осынша жерді айдатты. Арзанға жұмыс істетіп, еңбегін бір жеді. Енді егінді біреудің еңбегімен орғызып, қырманға салды. Бастыртып, қамбаға құйды. Мұның бәрін өзі істемеді, біреуге істетті. Сонан соң елде астық болмай қалған жылы қымбатқа сатты. Өзі жан қинамай үйде рахаттанып жатты. Келесі жылы тағы егін ектірді. Енді 2 есе адам жалдады. Жылдан жылға осылай кете берді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ел ашыққанда қымбатқа сатты. Мұның қайырсыз болатын себебі осы. Түсініп ал, балам. Төле би сол жол үстінде жолыққан Қоңқа қартты үнемі құрметпен еске алып, өзіне ұстаз тұтқан екен. Мәтін даланың дара ділмарлары кітабынан алынған. Балалар, енді осы мәтіндегі сөздіктермен танысайық. Үйездеу дегеніміз ыстық күні жылқының бастарын бір-бірінің көлеңкесіне тығып, топтанып тұруы.
кіші бесін күн төбеден ауып кешірген кез. Нысапсыз, тойымсыз, қанағатсыз деген мағынаны береді. Ал қайырсыз дегеніміз қайыры жоқ, жақсылығы, шапағаты тимейтін. Жер айдау, жер жырту деген мағынаны береді екен. Екінші тапсырма Төле бидің Қоңқа қартқа сұрақ қойған жерінен бастап рөлге бөліп оқыңдар. Олай болса балалар, осы жерді рөлге бөліп оқыңыздар. Салыстыр. Үшінші тапсырма. Шығармадағы нысапсыз бай мен қайырсыз байдың іс-әрекетін салыстырыңдар. Нысапсыз бай балалар тойымсыз, қанағатсыз бай, ал қайырсыз бай жақсылығы, шапағаты, қайыры жоқ бай. Төртінші тапсырма. Нысапсыз бай мен қайырсыз байға қандай адами құндылықтар жетіспейді? Балалар, нысапсыз бай мен қайырсыз байға адами құндылық, адамгершілік, мейірімділік жетіспейді. Бесінші тапсырма. Мәтін неліктен қазыналы қарттың тәлімі деп аталған? Себебі балалар, мәтін баласына тәлім, тәрбиенің бағытын көрсетіп отырған үшін қазыналы қарттың тәлімі деп аталған. Алтыншы тапсырма. Төле би Қоңқа қарттан қандай тәлім алды? Алтыншы тапсырмада балалар, Төле би нысапсыз бен қайырсыз байлардың қандай адам екенін ұқты, Анықта. Жетінші тапсырма. Сөздің айтылуы мен жазылуын анықта. Балалар, айтылуы жылан көз, Төле би деп айтылады, ал жазылуында жылан көз, Төле би деп жазылады. Есіне түсір. Шешендік сөз қазақ халқының ерте заманнан келе жатқан сөз өнері. Шешендік сөзде терең ой, даналық жатыр. Нағыз шешен тапқыр, әділ, топ алдында тайсалмай сөз бастайтын батыл, сабырлы болады. Тұжырымдама. 8-ші тапсырма. Атаның сөзі, ақылдың көзі деген сөзді мәтіндегі негізгі оймен байланыстырып қорытындыла. Балалар, Төле би жол үстінде жолыққан Қорқа қарттан өмір бойы тәлімін, тәрбиесін алып, өзіне ұстаз тұтып, осындай биік дәрежеге жеткен екен. Үй тапсырмасы. Мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Жоспар. Бірінші. Қоңқы бидің Төле балаға жолығуы. Екінші. Жол үстіндегі өнегелі тәлім. Үшінші. Қоңқа бидің асыл ақылы. Олай болса, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.